Түркістан облысы, Арыс қаласы, Мұхтар Әуезов атындағы гимназия мектебі, Есмағамбетова Жібек, 8 сынып геометрия сабағы, шеңбер теңдеуі тақырыбы. Сабақтың дескрипторы. Бірінші, есепке сурет салу, берілгенін анықтау. Екінші, формуланы дұрыс қолдану. Үшінші, амалдар орындап, жауабын табу. Саламатсыңдар ма, оқушылар? Бүгінгі тақырып бойынша шеңбердің екі түрі бар. Центрі О 0,0 болған кезде мына түрі, теңдеуі x квадрат қосу y квадрат тең r квадрат. Мысалға, радиус бұл жерде өзгере береді. 1, 2, 3 болуын керек, x, y өзгермейді. Егер де центрі жылжып кетсе, центрі А, Б болса, шеңбер теңдеуі x минус А квадратта плюс y минус b квадратта тең r квадрат. А, Б центрі, R радиусы. Шеңбер координат жазықтықтың кез келген жағында орналасуы мүмкін. Ол кезде шеңбердің центрі ауысады, және радиусы да ауысуы мүмкін. Мынау x квадрат плюс y квадрат тең r квадрат түрі, мынау деген x минус a квадрат плюс y минус b квадрат тең r квадрат түрі. Осы жаңа тақырып бойынша келесі есептерді ұсынамыз. Бірінші есепте радиус 3-ке тең, центрі О 0,0. Теңдеуі x квадрат қосу y квадрат тең 9. Келесі, центрі минус 4 минус 3, радиусы 2. Теңдеуі x плюс 4 квадратта плюс y плюс 3 квадратта тең 4. Келесі есепте радиусы тең 4, центрі О 0,0. Теңдеуі x квадрат қосу y квадрат тең 16. Келесі есепте центр минус 2 минус 2, радиусы 3. Теңдеуі x плюс 2 квадратта плюс y плюс 2 квадратта тең 9. Келесі шеңбердің центрі 4, 1, радиусы 5. Шеңбер теңдеуі x минус 4 квадратта плюс y минус 1 квадратта тең 25. О 4, 1, центр, 5-тің квадраты 25. Шеңбер теңдеуін жаз. Центр 1, 2, радиусы 6. 1, 2, центр, радиус 6. Шеңбер теңдеуі x минус 1 квадратта плюс y минус 2 квадратта тең 36. Қысқаша көбейту формуласын қолданып, ықшамдап, мына түрге әкелеміз. X квадрат қосу y квадрат минус 2x минус 4y минус 11 тең 0. Теңдеудің екінші түрі. Бұл тақырыпта теңдеу бойынша шеңбер теңдеуін сызу керек. X минус 7 квадратта плюс y плюс 3 квадратта тең 64. 7 минус 3 центр, 64 деген 8-дің квадраты, радиусы 8. Координат жазықтықта саламыз. 7 минус 3 центр, радиусы 8. Шеңбер салынды. Оқушылар, мына берілген есеп ұлттық бірыңғай тестілеу кездесетін есептердің бірі. Бірге талдайық. Бұл есепте центрі 4, 2. Клеткамен санасақ, радиусы 3. 4, 2, центр. Радиусы 3. Теңдеу құрастырамыз. X минус 4 квадратта, y минус 2 квадратта, 3 квадратта. X минус 4 квадратта, y минус 2 квадратта тең 9. Бірінші түрі. Енді қысқаша көбейту формуламен ашамыз. X квадрат минус 8x плюс 16. Y квадрат минус 4y плюс 4. 9-ды бербетке ап келеміз. Ықшамдаймыз. X квадрат минус 8x плюс y квадрат минус 4y. 16 қосу 4 азайту 9. Плюс 11 тең 0. Екінші түрі. Мынау есеп. Жауап А варианты. Осы тақырып бойынша үлкен үлес әкелген француз ғылымы Рене Декарт. Соның аты бойынша координат жазықтықтың аты Декартов координат жазықтық деп атайды. Декарт координат жазықтығын қайталап жіберейік. OX өсі абсцисс өсі, OX абсцисс
өсі. ОY өсі ординат. ОY ординат өсі. О00 координат бастапқы нүкте. Координат бастапқы нүкте. Өмірде де геометрия фигуралары көп кездеседі. Күн жүйесіндегі ғаламшарлар шар тәріздес, экспо шар тәріздес. Әрбір шардың қимасы болады шеңбер. Шеңбердің ауданы πr квадрат, шеңбердің ұзындығы 2πr немесе π көбейту b. Құрметті оқушылар, назарларыңызға рахмет. Осымен сабағымызды аяқтаймыз.